Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік. Мақсаты сюжетті сурет негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу. Мәтіннен етістікті анықтау. Осыған орай, бүгінгі сабақ барысындағы сіздердің мақсаттарыңыз етістіктерді ажыратуды, оны басқа сөйлем мүшелерінен ажырата білуді және оқиға бойынша мәтін құрастыруды үйреніп шығуларыңыз қажет. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Экранда берілген суреттерден көктемнің қандай белгілерін байқап тұрсыздар? Күн жылынды, жер көгерді, жыл құстары қайта оралды. Балалар не істеп жатыр деп ойлайсыздар? Қанекей, онда суреттегі балаларға ат қойып көрейік. Әлия, Айша, Сұлтан, Жігер. Сұлтан ағаш отырғызатын шұңқыр қазды. Айша Сұлтанға ағашты отырғызуға көмектесті. Жандарында тұрған Әлия жаңа отырғызылған ағаштың түбіне су құйып жатыр. Келесі суретте ағасы ағаштың діңгегіне құстың ұясын ілді. Ал інісі жанында ұяны ілуге көмектесіп тұр. Соңғы суретте байқағандарыңыздай, Жігер науада атын суғарып тұр. Осы аталған балалардың қимылдарының атауын білдіретін сөздерді анықтап көріңіздер. Қазды, көмектесті, құйып жатыр, ілді, көмектесіп тұр, суғарып тұр. Бұл сөздердің барлығы не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап беріп, іс-әрекетті білдіріп тұр екен. Ондай болса, екінші тапсырмаға назар аударуларыңызды сұраймын. Экранда көрсетілген сөйлемдерді оқып шығайық. Бие мөңірейді, түйе мияулайды, қой үреді, сиыр қытқыттайды, ешкі кісінейді, ит бақырады, тауық маңырайды, мысық боздайды. Ал енді ойланып көріңіздерші, берілген сөйлемдердің барлығы дұрыс деп ойлайсыздар ма? Әрине дұрыс емес. Ендеше берілген сөйлемдердің қатесін түзетіп, дәптерлеріңізге көшіріп жазыңыздар. Сіздерге тапсырманы орындауға 2 минут уақыт беріледі. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазуға тырысыңыздар. Енді орындаған тапсырмаларыңызды тексеріп шығыңыздар. Бие кісінейді, түйе боздайды, қой маңырайды, ешкі бақырады, ит үреді, тауық қытқыттайды, мысық мияулайды. Қарамен берілген сөздер қандай сұрақтарға жауап береді деп ойлайсыздар? Мысалы, кісінейді. Бие не істейді? Кісінейді. Түйе қайтеді? Боздайды. Байқағандарыңыздай, қарамен жазылған барлық сөздер не істеді, не қылды,
қайтты деген сұраққа жауап береді екен. Енді сіздердің назарларыңызды бейнероликке аударуларыңызды сұраймын. Ай мектеп. Мен мектептен келдім. Вики, бүгін саған не үйрететінді білсең ғой. Білгім келіп бара ма? Қазір. Ол үшін сен менің сөмкемді аш. Жарайсың. Енді оның ішіндегі дорбаны ал. Дұрыс. Маған бер. Өзің отыр. Тақтаға қара. Қара. Аш ал бер, отыр, қара. Бұлардың бәрі етістік деп аталады. Себебі олар қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Етістіктің сұрақтарын білесің бе? Иә, дұрыс. Не істеді? Не қылды? Қайтты деп айтқың келді ғой. Жақсы. Менің мына жазғандарымның бәрі де Видеороликтан өздеріңіз көргендей, заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейді екенбіз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, өсті, ойнады, сайрады. Келесі жаттығу барысында мәтінмен жұмыс істейміз. Бірінші, мәтінді мұқият оқып шығайық. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Оның майымен былғары өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Байқасаңыздар, былғары сөзі жұлдызшамен белгіленіп тұр. Былғары сөзінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап алсақ болады. Былғары дегеніміз киім және басқа да керек жарақтар тігуге арналып өңделген тері. Мәтіннен етістіктерді тап. Мәтінде өседі, жасалады, өңделеді, өткізбейді деген етістіктер кездеседі. Енді мәтінді етістіктерсіз оқып көр. Қайың тегіс және таулы жерлерде,
Қайыңнан түрлі үй жиһаздары. Оның майы мен былғары. Ол улы газдарды. Қайың аса пайдалы ағаш. Қандай өзгеріс байқадыңыздар? Сіздерге не түсініксіз болды? Сөйлеуде етістік не үшін қажет екен? Етістіксіз сөйлем мағынасын жоғалтады, аяқталмай қалады. Яғни, етістік ойымызды аяқтау үшін қажет екен. Балалар, сіздерге бір жұмбақ жасырғым келіп тұр. Жауабын тауып көріңіздер. Әсем бақта ән салады, әніне жұрт тамсанады. Жұмбақта берілген етістіктер қай құс туралы айтып тұр екен? Әрине, бұл құс бұлбұл құсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды пысықтау мақсатында мына тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген сөздерді бір-бірімен тез әрі қатесіз сәйкестендіріп шығуларыңыз қажет. Сіздерге тапсырманы орындауға 1 минут уақыт беремін. Енді тапсырманың дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Қой қоздайды, жылқы құлындайды, ешкі лақтайды, түйе боталайды, сиыр бұзаулайды, дәрігер емдейді, мұғалім оқытады, ұшқыш ұшады, тігінші тігеді, оқушы жазады. Жарайсыздар, балалар. Енді үй тапсырмасына көңіл аударыңыздар. Кітаптарыңыздың 72-ші бетінде берілген 4-ші жаттығуды орындауларыңыз керек. Мәтінді негізгі сөздің мағынасына қарай етістікті қойып оқыңыздар. Көктемде болатын құбылыстардың реттілігін көрсетіп тұрған етістіктерді атаңыз. Мәтінге қандай сұрақ қоюға болады? Екінші тапсырма – ереже жаттау. Орындаған тапсырмаларыңызды кері байланыс ретінде маған телеграмнан жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тілі сабағымыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.